Сәлем баршаңызға, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда пеште тауық қанаттарын, яғни куриные крылышкиді пеште дайындау жолын көрсеткім келеді. Осы видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттерді әдеттегідей видеоның астындағы описаниеге қалдырамын. Алдымен тауықтың қанаттарын жақсылап жуып тазалап, төртінші бөлігін кесіп алып тастаймыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Қара бұрыш және де жарты қасық паприка қосамын. Және де ең бастысы хмели сунели деген приправа қосамын. Бұл барлық супермаркетте сатылады. Кептірілген сарымсақ қосамыз. Егер сізде кептірілген түрі болмаса, кәдімгі сарымсақты ұсақтап турап қоссаңыз болады. Соя тұздығы 2 қасық міндетті түрде. Және де 1 қасық зәйтүн майы қажет. Енді осы қоспамызды жақсылап араластырып, біздің тауықтарымызды жарты сағатқа немесе 20 минутқа маринадталуға қоямыз. Осы уақытта біздер басқа көкөністерімізді тураймыз. Менде ол саңырауқұлақ және де картоп. Картоптың сыртын жақсылап жуып тазалап алдым. Сол себепті қабығынан аршымаймын. Жіңішке қылып тураймыз. Өйткені біздің тауығымыз піскен кезде картопымыз қатты болып кетуі мүмкін. Саңырауқұлақты сыртқы қабығынан ашып тазалаймын. Және де ортасынан 2-ге ғана бөлемін. Өйткені саңырауқұлақ піскен кезде кішірейіп кетеді. Сол үшін қатты ұсақтаудың қажеті жоқ. Бір пиязды видеода көрсетілгендей етіп, жартылай турап шығамыз. Барлығын турап болғасын, жаңағы тауыққа қосқан дәмдеуіштерді осы көкөністерімізге де қосып шығамыз. Мөлшерін мен видеоның астындағы описаниеге қалдырамын. Зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырамын. Жарты сағат маринадталған тауықтарымызды осы көкөністердің бетіне қойып шығамыз. Және де қызып тұрған пешке 180 градусқа 40 минуттай пісіріп аламыз. Осымен менің тамағым дайын. Дастарханға ұсынар алдында түрлі соустармен ұсынсаңыз болады. Өте дәмді шығады. Дәл осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі енді керемет болып шығады. Сондай-ақ, егер видео ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.